Сәлем құрметті елбасы медаль жобасының қатысушылары. Сіздермен бірге мен Исламжанов Ильяс Айдарұлы. Қазіргі таңда мобилография саласында 2 жыл өтіліміз бар. Осы телефон арқылы фото, видео түсіру саласында айналысамын. Сол себепті бүгін мен сіздерге мына смартфонға қалай фотоны әдемі түсіру, қалай оны өңдеу, қалай оған түс беру, және де қандай ракурстан суреттерді таңдау, сол жайлы толығырақ мәліметтерді беріп кетемін. Қазіргі таңда соңғы үлгідегі телефондарда барлығында камера жетілдірілген. Ең алғашқы қадам ол міндетті түрде сіздің мына камераңыздың, смартфондағы камераңыздың линзасын сүрту болып саналады. Оны мен мысалға өзімен бірге мынандай арнайы сүлгі алып жүремін. Бұл әйнекті сызбайды, ешқандай із қалдырмайды, және де көбіне бізде смартфондарымыз қалтада жүреді ғой. Сол кезде бұл майланып, кірленіп қалады. Сол кезде мынау әдемі кетіреді. Және де айтып кететін жағдай бұлай емес, бұлай да емес, міндетті түрде айналдыра сүрту керек. Себебі біздің камерамыз домалақ, линзасы домалақ. Еш нәрсені зардабын тимеу үшін айналдырып, әдемілеп сүрту керек. Сурет түсірердің алдында міндетті түрде камераларын сүрткеннен кейін объектіні түсіретін жеріңізді, түсіретін кадрыңызды ойыңызбен жинақтап, қолыңызды ұстаған кезде міндетті түрде мына шынтақ бар ғой, шынтақты бүйтіп қысып ұстайсыздар да, смартфондарыңызды міне бұлай мысалға бұлай ұстайсыздар. Бастысы қол дірілдемеу керек. Себебі қол дірілдеген кезде кадрларыңыз бұлай ойнап қалады, әдемі болмайды, бір түсті болмайды. Сол себепті қолды дірілдетпей мына екі шынтақты ұстайсыздар бұлай. Осылай түсіргендеріңіз абзалырақ болады. Ол сіздің дүзу ұстағаныңызға байланысты, алған объектіңіздің ұстағанына байланысты болады. Сол себепті әр суретті түсіретіннің алдында, басында ойлап алыңыз, ойлап не түсіресіз, ойыңыздан, ой жетегінен бір өткізіп алыңыз, не түсіресіз, қалай түсіресіз. Одан кейін түсіретін кезде міндетті түрде әр түрлі ракурстан алыңыз. Ракурс дегеніміз не? Мысалға, мынау қазір сіздер көріп тұрсыздар телефонды алдарыңызда сіздер көріп тұрсыздар, бірақ сіздер мына бер жағын көріп тұрған жоқсыздар, бер жағын мен көріп тұрмын. Мына жақты сіздер көріп тұрсыздар. Сол себепті ракурс дегеніміз ол осы бір объектіні жан жақтан алу, үстіден, астыдан, шеттен, алдыдан деген сияқты. Сіздер бір жерді, бір әдемі бір затты немесе табиғатты түсіретін кезде міндетті түрде бір суретті жоқ дегенде 3-4 рет түсіріңіз. Енді көп болса, сол бағанағы суреттерді өшіре саласыз, ол артық етпейді. Бірақ сіз соның арасынан таңдап, ең жақсы, ең әдемі, көзге күшті көрінетінін таңдап аласыз. Ал достар, біздің сабағымыздың кезекті 3-ші қадамы ол аяқпен жүру. Иә, күлкілі естіледі, бір түрлі, бәрімізде аяқпен жүру деген қалай? Оны мен сіздерге кәсіби түрде түсіндіріп кетейін. Аяқпен жүру дегеніміз ол қазіргі соңғы үлгідегі смартфондарда барлығында негізі жақындату функциясы бар. Ол жақындату функциясы деп ол біз зумды айтамыз. Зум дегеніміз мысалға алыстағы затты міне бүйтіп қолымызды былай жасаған кезде телефонның ішіндегі кадрлар жақындайды. Жақындаған кезде сезесіздер ма? Бұл жерде пикселдер азаяды, яғни фотоның сапасы әлде қайда төмен болып кетеді. Мысалға қазіргі заманауи смартфондарда мүмкін ол түспеуі мүмкін, міне бұлай жасаған кезде. Бірақ қараңыздаршы, қазір міне екі кісі кетіп бара жатыр. Адамдар кеткен кезде бұл жерде көрдіңіздер ма? Егер жақындатқан кезде ондай кадрлар шықпай қалады. Ал достар, біздің кезекті сабағымызды қорытындылайтын уақытқа да жеттік. Бұл жерде бағанағы айтып кеткен 3 қадамды сіздерге үй тапсырмасы ретінде беремін. Ол қалай? Әдемі кадрды көріңіздер, міндетті түрде камераларыңыздың линзасын сүртесіздер. Одан кейін түсірген кезде ойларыңызды жинақтайсыздар. 2-ші қадам ойларыңызды жинақтап, әртүрлі ракурстан алып түсіресіздер. 3-ші ол зум жасама. Аяқпен жүріңіз. Әдемі кадрды көріңіз. Егер мейлінше жақсы болса, кадрды бұзбас үшін, өзінің әдемілігін жоғалтпас үшін қолыңызбен жақындап, әдемілеп түсіре салсаңыз болады. Сіздермен болған мен Исламжанов Ильяс Айдарұлы. Біздің кезекті мобилография сабағында кездескенше қош сау болыңыздар.